Баршаңызға сәлем, құрметті қыздар. Бүгінгі видеода көк помидордан тәбетті ашатын, дәмді болып шығатын осындай салат дайындайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай. Сіздерден міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтыны сөзсіз. Көк помидорды осылай жіңішке етіп, тіліктеп турап шықтым. Қажет емес жерлерін алып тастадым. Тіліктеп турасаңыздар да болады. Қыздар, сонымен бірге менің каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Күнделікті үй жағдайындағы өте оңай қолжетімді заттардан неше түрлі тағамдар, пирогтар және салаттар бар. Помидорымыздың барлығын турап болдық. Қажет емес жерлерін алып тастадық. Енді келесі кезекте үстіне аздаған болгар бұрышын турап саламыз. Болгар бұрышын осылай жіңішке етіп тіліктеп турап шықтым. Көп қосудың қажеті жоқ, азғантай болса болғаны. Келесі кезекте сарымсақты да жіңішке етіп тіліктеп турап шығамыз. Бұл жерде қыздар ешқандай грамм мөлшері жоқ, барлығын көз мөлшермен дайындап жатырмын. Аздаған петрушка укроп турап қосамыз. Егерде балаларыңыз ұнатпайтын болса, қоспасаңыздар да болады. Енді дәміне қарай тұз, шекер қосамыз. Шекер салатты жылтыратып әдемі қылып тұрады. Сосын ащы қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң, бетіне ілегенді жауып, тарелканы жауып, үстіне ауыр затпен бастырып, бір күнге қойып қоямыз. Бір күн уақыты өткен соң салаттың суы шығады. Сонда әдемі ол сулы болып шығады салат. Енді бұны банкаға салып шығамын. Суын араластырып саламыз. Үстіне басып нығыздап тұрамыз. Енді бетіне қақпағын жауып, холодильникте сақтаймыз. Неше күнге дейін жарай береді жеуге. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтыны сөзсіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.